Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Сүйінші жаңалық Америкадан жетті. Кешелі бері айтып жүрген жауынгеріміз Азат Мақсұм да UFC-мен келісімшартқа отырды. Бұл туралы жауынгердің менеджері Саят Абдрахманов хабарлады. Кеше асу, бүгін Азат, енді ертең Арман туралы да осындай жаңалық еститін шығармыз. Не деген керемет күн десеңізші. Алдыңғы шығарылымда мен Азатқа қатысты еш алаңдамайтындығымды айтқан болатынмын. Расында солай болып шықты. Бұл жігітті ол жаққа ешкім тықпалаған жоқ. Өз еңбегімен жарқын стильмен көзге түсе білген еді. Енді міне ең мықты лиганың жауынгерлер ростеріне ілікті. Әрине бұл ретте өте білімді қазақ менеджері Саяттың да еңбегі ерең. Осы бір сәтті пайдаланып мен Азаттың жеке бапкері Дәнеш Дүнгенбаевты құттықтағым келеді. Бар еңбек бапкердікі. Дәнеш ағамыз Азатты ММА-дағы алғашқы қадамдарынан бері жаттықтырып келді. Енді міне осы деңгейге жеткізіп отыр. Сонымен UFC тағы бір қазақпен толығып отыр. Жалпы ол жақтағы бауырларымыздың саны күн санап көбеюде. Бәрін бастаған Дамир Исмагулов болатын. Сосын Дамирге Жалға Жұмағұлов қосылды. Артынша Шавкат барды. Оның артынша Асу, енді міне Азат. Бұл бестікке Қытайдың атынан қосылған қос жауынгерімізді қалай қоспаймыз? Сайран Нұрданбек пен Мақсат Қайсарлар. Олар да жат мемлекеттің намысын қорғап жүргенмен жүректері қазақ деп соққан азаматтар. Бұйыртса жетеу болдық. Бұл сарымен жалғасатын болса, болашақта біз UFC-дегі дағыстандықтар санынан да асып басып озармыз. Мүмкін озғанда шығармыз. Есікті қағып тұрған қазақтар саны қаншама? Мен кешегі шығарылымда Арман Әшімовті айтқан едім. Ол туралы жаңалықты да тағатсыздана күтіп жүрміз. Одан бөлек Ресейде туып қазір елге оралған Саламат Есболаевты да айтуға болады. Өте мықты жігіт. Бүгін ертең демей-ақ қояйын, бұл қазақта күндердің күнде сол жаққа барады. Сонымен UFC-дегі қазақтар саны жетеу, таза қазақстандықтар саны да жетеу. Бұл сан қазақтар үшін киелі. Енді көрейік не боларын.